HTML разметка тілі хақында түсініктер, тикарға теклер һәм олардың қолданылуы. HTML басқа заманауи тармақ программаларының технологияларына салыстырғанда оңай болса да, дүниежүзілік интернет тармағындағы сайтлар міне осы тіл жәрдемінде істеліп шығылады. Интернет технологиясы менен біргелікте HTML тілі де компьютер индустриясының рауажлануына үлкен үлес қосты. 1986 жылы халықаралық стандартластырушы өлкемі тарапынан қағаздағы құжатты экранға суретлеу имканиятын беруші HTML тілі жаратылды. Бірақ бұл тілдің тәртіп қағидалары көплеген бетлерді иеледі. Бағдарламашы, яғни программист, бұнда код жазу үшін көплеген уақытын сарп етті. Сондықтан интернет зәрулігі үшін HTML тілінің белгілі бір бөлігі таңдалып алынды һәм HTML Hypertext Markup Language деп аталды. Енді HTML-дің тарихын шолып өтсек. 1989 жыл Тим Бернерс-Ли тарапынан www ойлап табылды. 1991 жыл Тим Бернерс-Ли тарапынан HTML ойлап табылды. 1995 жылы HTML-дің HTML2 версиясы ісілеп шығылды. 1997 жылы O3C ұсынысы бойынша HTML 3.2 версиясы жаратылды. 1999 жылға келіп HTML 4.1 версиясы, ал 2000 жылы XHTML1 версиясы істеп шығылды. 2008 жылы WhatWG HTML5-тің тәсілепкі жәмиетлік жойбары істеп шығылды. 2012 жылы ұсы шөлкем тарапынан HTML5 стандарты қалыптасты. 2016 жылы HTML5.1 версиясы ұсыныс етілді, ал 2017 жылға келіп 5.2 версиясы қалыптасты. Құласы соңғы жылдары HTML5-тің түрлі стандартларының әмелиятқа енгізілгенін көруімізге болады. Бір сөзбен айтқанда, қазіргі уақытта HTML5 қолданылады. HTML тілінде жазылған бетті файлда сақлағанымызда, бұндағы кодлардың жазылу ізбезілігі қолайлы. Бұнда файл API файл болып, оны арнаулы браузер программалар жәрдемінде ашуға болады. Веб құжет структурасы һәм тикарға теклері. HTML-дің конструкциясы теклер делінеді. Теклер API текстілерден ажыралып тұруы үшін үш мешілі қаусырмаларға алынып жазылады. Теклерді жазу процесі іс әрекеттің басылануын білдіреді. Егер бұл әрекет толық құжетке байланысты болса, тек өзінің жабылушы жұбына ие болмайды. Осы орында соны атап өту орынды, теклер тақ һәм жұп теклер болып екіге бөлінеді. Жұп теклердің екіншісі біріншісінің әрекетін жұмақлайды. Мәселен, әрбір веб-бет HTML тегіменен басланып, слэш белгісі арқылы HTML тегіменен жабылуы керек. Тек атлары үлкен, ямаса кіші харіплерменен жазылуы мүмкін, бірақ бұларды браузер бірқилы деп қабыл етеді. HTML-де басқа компьютер тілдері сияқты комментария имканияты бар. Бұнда комментариялар мына белгілер арқылы жазылады. Мәселен, бұл комментария. Әрқандай веб-бет екі бөлімені барады. Бұлар заголовка, яғни тема атамасы һәм тикарғы бөлім. Заголовка бөлімінде веб-бет хақындағы мағлұматлар, жүклеуші файлар жайласады. Ал тикарғы бөлімде болса, веб-беттің контентін суретлеу қағидалары жайласады. Заголовка бөлімі ашылушы хит һәм жабылушы хит теклері арасына жайласады. Тикарғы бөлім болса, body теглерінің арасына жазылады. Әдетте заголовка бөлімі алдынан қолданылып атырған HTML стандартлары хақындағы мағлұмат жазылады. Әрқандай веб-беттің структурасы мынандай болады. Енді мысал жазамыз. Тәсілеп жаңа папка ашып аламыз. Папкамызға сайт деген атама бердім. Енді таза HTML файл жаратамыз. Мен оны total'дан новый текст документ деп ашаман. Оның атына сайт деген атама беремен. Һәм кеңейтпесіне noqat.html деп жазаман.
Көріп тұрғанымыздай браузердің көрінісі бар HTML пайда болды. Енді бұны ашып көрсек, браузерде ашылады. Міне, браузер ішіне ақ қағаздай бос бет пайда болды. Енді бұл файлды ашу үшін, яғни бағдарлама түзу үшін, оны бағдарламалық орталықта, яғни редактор программасында ашуым керек. HTML өзі гипертекстілі файл болғандықтан, оны көптеген текстілі редакторлерде ашуға болады. Бұлардың ең апайысы блокнот программасы. Бірақ қолайлы редакторлеу үшін арналған арнаулы программалар бар. Олардың ең көп қолданылатындары Notepad++ редакторы, Sublime Text редакторы, Visual Studio Code редакторы. Міне осылар қатарынан. Мен сіздерге осы 3 редакторды ұсыныс қыламын. Қайсысы сізге қолайлы болса, пайдалануыңызға болады. Жаратқан файлымызды енді Sublime Text Code редакторында ашамын. Міне аштым. Код жазуды структурадан бастаймын, яғни HTML-дің структурасын жазамын. Міне біз бағана айтып өткен структураны жаздым. Енді оның title tag арасына менің бірінші сайтым деп жазамын. Бетті сақлаймын, браузерде ашып көремін. Этібар берген болсаңыз, браузердің заголовка, яғни тема аты қатарында менің бірінші сайтым тексті шықты. Ямаса мәселелер панелінде бұны көруіңізге болады. Енді мысалымыз давамында бір қатар тегілерді үйренеміз. HTML headings, яғни тема аты, ямаса атамасы тегі. Бұл тег H1-ден H6-ға шекем давам етеді. Тегтегі текст форматы өз алдына стандартқа қалыптасқан. Яғни оның шрифт өлшемі, абзац сақан басқа да текст форматы бар. Бұнда H1 тегі ең үлкені. Мысалы, H1-ге алма деп жазамын. Міне жазып шықтым. Браузерде текстті көруіңізге болады. Бұдан басқа да меуе атларын H6-ға шекем жазып шығамын. Файлды сақлаймын, браузерде ашамын. Міне көріп тұрғаныңыздай, бұнда ең кішісі H6 тегінде қарелі меуесі. HTML-де артықша пробелдерді, басылған энтерлерді есапқа алмайды. Мысалы, апельсин, лимон деп араларына пробел қойып жазамын. Бірақ міне HTML артықша пробелдерді есапқа алмады. Көріп тұрғаныңыздай, әмесі бір қатарда. Енді осылардың арасын ашып, өз алына Enter'ді басып қойып шығамын. Көріп тұрғаныңыздай, Enter'ді де есапқа алмады. Соның үшін оларды арнаулы тег жәрдемінде жазу керек. Мысалы, таза қатардан жазу үшін, яғни абзацтан P тегінен пайдаланамыз. Жазамын апельсин. Бұнда текст абзацқа шықты. Есілті өтемен көпшілік тегілердің атрибуты болады. Атрибут дегеніміз тегтің қосымша элементлері. Қазір P тегінің атрибуты менен мысал жазамын. P-align ten center. Бұл жерде align атрибут параметрі. Ал тең арқалы қасиеттерін жазамыз. Бұнда alignның 4 қасиеті бар. Right деп жазсам, оңға жылсады. Left, яғни шеп. Ал justify текстің екі қапталының аралығын тең қылады. Ол үшін текст қандай да бір контейнерге алыну керек.
align атрибутының заголовка тегіне мысалы h3 align тең right нүкс қаласы. Кейінгі тегларды таныстырамын. Б һәм strong тегі. Бұлар текстті қою, яғни жеріне қылып береді. Арасын ашу үшін BR тегінен пайдаланамын. BR. Бұл бір қатар төменге түсіреді. Тексті курсив қылу үшін I, яғни италик тегінен пайдаланамын. Регионал тармақ. Міне, текстіміз курсив болды. Марк тегі текстілерді белгілеу, яғни бояп көрсету үшін қызмет етеді. Мысалы, локал тармақ. Бұл текстте локал тармақ сөзін бояу үшін текст аралығына марк тегін жазамын. Ең кіші көлемдегі аймақты құрайды. Міне сары реңге бояп берді. Бұнан басқа да теглерді жазып көрсетемін. HTML-де реңлер. HTML-де реңлерді түрлі ысуларды аңлату мүмкін. Басылаушылар үшін болса реңнің аты менен жазу қолайлы. Егер де реңді өзінің аты арқылы аңлататұғын болсақ, браузер 140 реңнің атын таниды. Енді мысалда көрсек, бұнда теглердің атрибуты реңінде қолданамыз. H3 style тең color қосноқат red. Әмеге сәлем. H3-те жауаман. Енді P тегіне. P style тең color қосноқат green.
Азыр HTML-да үйреніп атырмыз. Мақсатымыз веб-сайтлар жаратуу. Понажимаем. Енді тексттің фонына рең береміз. Ол үшін background атрибутын пайдаланамыз. Біз бір текке бірнеше атрибутларды қолдансақ болады. Сол үшін color атрибутынан кейін жазамын. Енді тексттің шекара реңлерін көріп өтеміз. Бұнда border атрибуты текст шекарасы. Solid болса, сызық реңі. Tomato. Сәлем дүния. Dodger деген реңді беремен, һәм сәлем HTML деп жазамын. Violet. Сәлем тату. Міне көріп тұрғаныңыздай, сәлем дүния, сәлем HTML һәм сәлем тату текстлеріне шекара реңі берілді. Реңлерге алдағы уақытта және де қайтамыз, себебі біз дизайнмен істесетұғын болғандықтан, әзірше бастаушылар үшін дәстепкі түсініктерді бердім. Шрифттегі HTML5-те фонттегі алып тасталды. Ол тег арқылы біз шрифт өлшемін, шрифт атын һәм шрифт реңін беретұғын едік. HTML-де шрифтларды аңлату үшін фонт тегінен пайдаланатұғын едік. Бірақ қазір мысал ретінде фонт тегіне фонт бұл ескі тег деп жаздым. Өлшем атрибуты үшін size тең 17. Color тең red. Face тең Arial деп жазамын. Бұнда color текст реңі аты һәм face шрифт аты. Ал size болса өлшемі. Міне нәтижесінде шрифт берілді. Қазіргі уақытта бұл тег ескі теглер қатарына қосылды. Себебі құжетті форматлау үшін CSS-тен пайдалану ұсыныс етілді. Ямаса style атрибуты арқылы фонт тегінің орнынан қолдансақ болады. Мысалы, p-style тең color қосынуға red. Бұл текст абзацы. P-style тең color қосынуға blue. Бұл екінші абзац. Шрифт атын орнату үшін font family style қасиетінен пайдаланамыз. P-style тең font family қосынуға Verdana. Біз программа үйренеміз. P-style тең font family қосынуға Courier New.
Мен HTML үйренемен. Нәтижесінде Verdana һәм Courier шрифтлары өзгерді. Енді текст өлшемін береміз. Ол үшін font size стиль қасиетінен пайдаланамыз. Бұнда өлшем пиксель арқылы беріледі. Мысалы, p-style тең font size қосноқат 30 пиксель, яғни 30-шы өлшем. WhatsApp, Telegram бұл мессенджер. Он бір пиксель. Facebook, Instagram бұл социалдық тармақ. Міне көріп тұрғаныңыздай шрифт өлшемлері берілді. Веб-бетке сурет орнату. Бетке сурет қою үшін image тегінен пайдаланамыз. Оның синтаксисі image crk тең URL. Бұл жерде image тег аты, ал crk атрибуты. Яғни бұл жерде біз URL адрес жазамыз. Егерде басқа сайт арқылы сурет гипер сілтемесін алсақ, сайттың сілтеме манзілі жазылады. Ямаса өзіміздің серверімізден, яғни папкамыздан алсақ, линк көрсетілуі тиіс. Ол үшін мен ашқан сайт папкамызға сурет файлын өткеремін. Папкамызға өтті. Енді оның сілтемесін сурет атын кіртуім керек. Код жазамын image crk тең музей ноқат jpeg. Егер сурет браузерде ашпай қалса, қандай сурет екенін білдіріп тұру үшін атрибут арқылы сурет атын текстілі көріністе шығарып кетсек болады. Ол үшін alt тең Советский музей деп жаздым. Біздің браузерімізде сурет көрсетіп тұрғалықтан бұл текстті көрмейміз. Ал қазір файл атын өзгертіп сурет ашпай қалса көру мүмкін. Сол үшін файлдың атын өзгертемін. Міне сурет ашпай қалды, һәм суреттің орнына Советский музей деген жазу шықты. Көріп тұрған болсаңыз, сурет оригинал өлшемдегі пиксельдерменен берілді. Оны қалегенімізше үлкейтуімізге, яғни кішірейтуімізге болады. Қоласы өлшем береміз. Ол үшін width һәм height атрибутынан пайдаланамыз. Width бұл жерде суреттің енінің өлшемі, ал height оның биіктігі. Жазып көреміз. Width тең 500, height тең 600. Міне өзгерді. Әтібар берген болсаңыз, биіктігінің өлшемін үлкейтіп көрсеткенімізден кейін суреттің формасы өзгерді. Сондықтан height атрибутына зәрулік болмаса, жазбауыңызды ұсыныс қыламын. Сол үшін height'ті өшіремін. Міне ені өзгергеннен кейін, соған сәйкес биіктігі де өзгерді. Width һәм height'ке альтернатив ретінде стиль атрибутын қолдансақ та болады. Мысалы, style, width 500 пиксель, height 600 пиксель. Міне бүгінгі сабағымызда HTML разметка тілі хақында түсініктер.
тикарга теклер һәм уларның кулланылуы хакында теориялык һәм әмәли жактан бераз мәгълүматлар һәм түсінікке ие болдыңыз дип ойлаймын. Бүгінгі сабағымыз осылар. Алдағы вакытта да видеолар күтің, бізден узақлашпаң.